Қазақ халқының лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Өз заманында лайықты баға ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі өте жоғары ақын, ол Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Кішкентай бала кезінен бастап қаншама қиыншылық көрсе де мойымай өлең жырға әуес болған. Алғашқы өлеңдерін 10-11 жасынан бастап жаза бастады. Мұқағали атамыз көптеген тақырыптарға қалам сермеген ақиық ақындардың біріне айналды. Ақынның ғұмырлы поэзиясы бүгінгі таңда барша жұрттың жүрегінен берік орын алып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін айнымас жан серігіне айналды. Ол кісінің өлеңдері шын шабыттың, қиын күйзеліспен, шын қуаныштан, шын сағыныштан туған. Ақын ұлы сезімге бас иіп, өз өлеңдерінде махаббат тақырыбын кеңінен суреттеген. Мұқағали атының әр өлеңі өзінің мағынасымен, шынайылығымен, тазалығымен оқырманын өзіне баурап алады және де ой салады. Ақынның өзі, егер сіздер шынымен менің өмірбаянымды, шығармашылығымды зерттемек болсаңдар, онда мен не жазсам, соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыздар. Мені өз өлеңдерімен бөліп қарамауларыңызды өтінемін деген екен. Мұқағали атамыздың әсерлі жырлары әр қазақтың жүрегін жаулап алды. Сондықтан да осындай ақынына халқы ғасыр ақыны деген ат берген екен. Атамыздың жырын тыңдайтын, сүйіп оқитын ұрпағы бар, және де ол кісінің аты санамызда мәңгіге қалмақ. Мұқағали мұрасы маржан поэзия, мәңгілік, болашақ ұрпақтың еншісі, қадірлейтін мұрасы. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың туылғанына бүгін 90 жыл. Баршаңызды осы Мұқағали атамыздың мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Және ақынның ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келген жырларын елі де және жырларын жаттап келген жасөспірім қауым да естен шығармайды деп сенеміз. Бүгін атақты жазушы, аудармашы, ақын Мұқағали Мақатайұлының 90 жылдық мерейтойы келіп жатты. Сол себепті баршаңызды осы мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін қазақтың ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толып отыр. Осы мерекеге орай баршаңызды құттықтай отырып, сіздерді де дәл сол кісідей биік шыңдардан көрінулеріңізге тілектеспін. Ұлы ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы болып отыр. Осы бүгінгі күнге дейін бұл ақынның шығармаларын оқып еске алып отырамыз. Қазақ поэзиясының хан тәңірі Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойы құтты болсын. Оның сырлы, сезімге толы жырлары қалың оқырманның жүрегінен үлкен орын алды. Бұл бүкіл қазақстандықтар үшін үлкен мереке болып табылады. Осыған орай екінші курс студенттерінің өлең шумақтарын қабыл алыңыздар. Ей өмір, дүниенің ағында қарасында мұң етпейсің қабылдап аласыңда. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Жермен көктің желпіні барасында желгесің түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, берерімде жоғалған аласында. Мені тастап толқындар барасың ба, толқындатып өмірім ағасында. Шаң шығарып, ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған. Сыйын маған, ей өмір сыйын маған, сыйыңды алам мен сенің бұйырмаған. Не келіп не кетпеген бұл ғаламнан, су тартылған теңізден жылғалардан. Нелер ұрпақ аттанған қуған арман, кім бар дейсің өмірге толға болған. Не келіп не кетпеген бұл ғаламнан. Уақытты тоқтатыр шамаң бар ма, бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мен өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой, өтеді барлығы да. Күн арқалап кетеді таңдымына, менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына адамның тағдырына. Менің жаным ашиды өткендерге, жаңа ғана өмірге жеткендерге. Араңғылып аспанға жазсам бекен, енді сендер өмірден өтпеңдерде. Бәрі өтуде, күн батып кешкіруде, жаңаруда дүние ескіруде. Болашақтан бейтаныс ұрпағымыз босат деп тұр орнымды, естідің бе? Өмір жайлы сұрай берме сен менен.
өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне кегі кеткен өлмеген. Жалған айып тағылғанда көлденең, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді, нені көрді, нені сезді, не білді, неге ақылды ақымақтан жеңілді. Біреу жылап, біреу неге көңілді. Содан сұра өмірді. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын сол аман ба. О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын жүрегі еттен бәлде қол адам ба. Ғашықпын, қайтып оны жасыралам, бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе. Шарқырып бар ғаламды шырайналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе. Сарғайған сағынышты басып толық, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірәда мен бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық. Соқ жүрек, қалай соғады қан жүрегім, соғасың әлі өмірің бар білемін. Демала, әй байқұсым демала ғой, бұл тірлікте құмарым қанды менің. Мазалыма кеудемді ойнақ салып, хал жоқ менде көнетін қайраттанып, қаншама рет суыңды қайнап барып, қаншама рет тірілдің жайрап барып. Мен сені әлсіретіп алдым білем, болмашы нәрселерге айдап салып, өртенбей қалып едің от жалынан, көзден атқан кімдердің оқтарынан. Қорқамын, дорқам сенің қан жүрегін, қалжап ойпы-тойпы соққанынан. Түсінем сенің қашып тұрғаныңды, соқ жүрек, бұзбай соққын ырғағыңды, сыңғырлаған сиқырлы үн естиін. Бұрап қойып босап қалған сындарыңды, қалай соғасың қан жүрегім, білмеймін, қанша өмірім қалды менің. Торға түскен торғайдай боп барасың, қаршығадай самғаған алғыр едің. Нұр жауып тұрған көктемде, гүл тере барсам көктеге, оңалатқан аспанды найзағай шашып өткенде, есіңе мені алғайсың. Оңалатқан аспанды найзағай шашып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың.